сахнада Қызылорда облысы Жаңақорған құрамасы. Кеш жарық құрметті көрермен, мен Шәкәрім Ибадулла. Бұл сұхбаттайым және де біздің алғашқы қонағымыз актер, жайдарманшы Исқара Бейбіт. Қош келдің. Қош көрдік. Енді бірден сұраққа көшсек, Жаңақорған құрамасы жайлы айтып өтсек, құрамада неше адам бар, кімнің идеясы жалпы? Жаңақорған құрамасы осыдан 2016 жыл сонда қазір 5 жыл болады, Алла қаласа. 5-ші жылы эфирдеміз. 5 жыл бұрын 16 желтоқсанда тәуелсіздік күнінде құрылғанбыз. Ол кездегі құрамда бөлек құрам болған. Одан кейін қазір командада музыкант, яғни жайдарманның тілінде айтқанда тапер дейді ғой. Сонымен 5 адамбыз. Ойнап келе жатырмыз, Алла қаласа. Енді осы соңғы ойынымыз шығар деген үміттеміз. Өйткені стажға қарайтын болсақ, біздің алатын кезіміз ау. Енді чемпион миллион немесе Жаңақорған құрамасы болады деп отырғанда, жайдарман Қазақстаннан 7-ші арнаға көшіп кетті. Не себепті? Жалпы негізі көрермендердің де біраз сұрағы осындай. Өйткені Қазақстан ұлттық арнасында, енді ұлттық арна болғаннан кейін, ол жерде анайы әзілдер ойнауға болмайды. Саясатқа қатты араласуға болмайды. Орысша сөйлеуге болмайды Қазақстан болғаннан кейін. Ал жайдарман кап басталғалы бері 7-ші арнаға көштік. 7-ші арнаның бір жақсы жері еркіндік бар. Ағылшынша да, орысша да, бүкіл тілде де ойнай беруге болады, араластырып, саясатқа да араласуға болады. Сосын арнайы әзілдерді арасында ойнауға болады. Өйткені анайы әзілдер дегенмен, енді қатты бір чересшүр ұятсыз әзілдер емес қой. Арнайы сондай өзінің жайдарманға қатысы бар нелер болады, сәл ұяты бар әзілдер болады. Соларды тықпайынша жайдарман қызық болмайды. Жалпы ол қызығы, мысалға, көрген бөлек, сорада отырып, сосын телевизордың алдында отырып көрген бөлек. Өйткені сенің бүкіл еңбектенген нәрселеріңді ол жақта қырқып тастауы да мүмкін. Өйткені бізге 1 сағат қана уақыт береді жайдарманға. Мысалға 7-ші арнада. Одан кейін, жайдарманнан кейін басқа сериал болмаса, басқа бағдарлама болады ғой. Соған дейін әйтеуір тез-тез барлығын бітіру үшін қырқып отырады. Сол жерде қызық болмай қалады. Абылайымша көрген адамдар енді жан тәнімен түсінеді да, біледі. Жайдарманның қазіргі әзіл деңгейі көріп жүрміз. Тақырыптар еркін, кез келген тақырыпты қолдануға болады. Тіпті айтып өттіңіз ғой, ұятсыз әзілдер де бар. Ертең деңгейін түсіріп алмаймыз ба жайдарман? Жайдарман каптың деңгейін түсіріп алуға да бірден-бір септіктер бар. Өйткені білмеймін енді, операторлардың қателігі ма, егер Россияны көретін болсақ, ауқымды түрде ол жақта 10 шақты камера алады да. 10 шақты камера төбеден, жанынан, сахнаның сыртынан, ішінен, крандардың өзі неше түрлі 5-6 кранның өзі пайдаланылады да, ауқымды түрде алады. Ал біздің қателік, операторлардың қателігі бізді көрсете береді да, только. Бізді көрсете береді. Оны алмастырып отыру керек қой. Біз айттық күлді, көрерменге камера кету керек. Көрермендер қарап отырады, біздің сөйлегенімізді екеуін алмастырып отыратын болса, жайдарманның рейтингі жақсарады. Ал қателік жаңағыдай уже бізді алып, аяғына дейін бізді алып тұрады, күледі, бірақ кім күліп жатыр, ол белгісіз да. Сол жағдайын дұрыстайтын болса, сосын бір қателік Қазақстан арнасынан баяғыда телевизорды күтіп көретін еді. Енді қазір телевизорды ешкімнің көруге шамасы жоқ, ютубтан көре салам дейді. Сөйтеді, ютубта да ол қысқартылған нұсқаларын бәрін бере береді. Арнайлап, сөйтеді, ютубтан көріп алам дейді. Бір көреді, уақыты болса, қасында адамдар шулап атуы мүмкін, үйтуі мүмкін, сондай көре алмайды, не ойнағансыңдар деп шығады. Сондықтан ол жағдайды жаңағыдай операторлармен
тығыз байланыста болып, кәдімгідей телевизорден көретіндей қылып жағдай жасау керек. Жалпы өзің әзілдерді қайдан аласың? Өзім әзілдерді любой жерден аламын. Біздікі енді кішігірім басқа сыймайтын әзілдер болғандықтан, миға сыймайтын әзілдер болғандықтан көп ойланып, кейбір кезде мықты әзілдерді ұмытып қалатын кез болады. Оны енді бір жақта жүргенде, болмаса осындай огородтың басында, поляда, болмаса басқа бір жерлерде, қол тимейтін жерлерде, балық аулап отқан кезде, балық қауып баратқан кезде ұмытып қаласың ғой. Сөйтесің, заметке сақтап үлгере алмай қаласың да. Бірден жазып алу керек па? Иә, заметке сақтап алатын болсаң, сосын менің бір әдетім, түнде соны жазып аламын дағыны, соны ойнап атқанымды елестетемін да уже сахнада. Аны ойнасам айыратын әзілі железный бетон деп ойлайсың дағын, соны ойнағанша асығып тұрасың ғой. Баруға асығып тұрасың Астанаға. Кейбір командаларды көріп, кішкентай енді шығып жатқан командаларды көріп, болмаса опытный командалардың өзінің шіріп жатқанын көріп, нарада неғып біз болмадық деген сияқты нәрселер болады. Қарның ашып қалады қарап отыр. Қарның ашады да, сонымен холодильникке кіріп біраз нәрсені ұрып аламын. Сонымен тойбағаннан кейін барып жайлап шығара бересің ғой. Ашылып жабылған Жаңақорған жастар театрының жайдарманнан бөлек жалғасы болады ма? Осы құрамымен театр ашу мүмкін бе? Біз бірінші күні ашылып кешке жабып қалатын сияқтымыз. Өйткені біз эфирдің бірінде айтқанбыз, банкі жапқаннан көрі театр жапқанды жақсы көретін Жаңақорған құрамасы деп. Бірақ енді сол керісінше театр жапқаннан көрі банкі жапқанды жақсы көреміз қазір, былай айтқанда. Өйткені оның біраз әурешілігі бар. Бізді көре ма, театр есебінде көрмей ма, ол үшін біраз әлі де тағы 10-15 жыл жүру керек. Жайдарманның қарттары болып, халықты бағындырып, сосын барып ашсақ әдемі болады. Ал оған дейін айта алмаймын. Енді біздің арамыздағы балдардың өзі де кішігірім ол үшін бүкілі ойнатылатын игрок болу керек. Мысалы, сен менің құрамымда болатын болсаң, сен де мықты әзілкеш болуың керек дағыны. Мысалы, 4 баламыз ба, 4-еуі де қатты ойнататын болса, онда можно ашуға. Жайдарман біткен кезде Жаңақорғанда боласың. Жасырын емес, тойды да басқарасың. Жалпы осы Жаңақорғанда жүріп, өшіп кетем деп ойламайсың, өзің жоғалтып аламын деп. Осы сұрақты көбінесе үлкен ағаларымыз қояды. Кетіп баратқанда, машинаның ішінде неғып ауылдасың, неғып жүрсің, көтерілетін баласың ғой, неге Алматыға кетпейсің, Астанаға кетпейсің дейді. Мысалға бір вайн түсіргенбіз, соған арнап. Келдім ал Алматыға, Астанаға келдім. Братанға звондайсың. Братан, келдім ғой, қалай көтерілем дейсің да. Лифтімен көтерілем ба деп. Сол сияқты ол адамның өзінің еңбегіне байланысты. Мысалы, көріп атсаңдар, ауылда жүріп ақ хит болып жатқандар бар. Бір интернетке салып жібереді, хит болып кетеді. Өзің де хит болып жатсың қазір? Сразу астарлы ақиқатқа шақырады, сөйтеді дағын. Солай хит болып кетеді. Бірақ енді ол жұлдыздар бір өшіп жанатын жұлдыздар ғой. MC Сайлаубек сияқтылар ғой. Уақытша ғой. Ол үшін оған байланысты емес деп ойлаймын. Мен қазір баратын жеріме барып, келетін жерімде келіп отырмын. Қара шаңырақтың егесі болғаннан кейін әлі біраз пландар бар істейтін жоспарда. Алматыға да барып көрдік, ТСО кезет болып, банкрот болып қалды, соны қайтып қой. Ондай жағдаяттар бар көбінесе. Хотя бы кино, Арман қала, Жиздуха, осы уақытқа дейін түскен кино мен сериалдарың, жалпы кино әлеміне қалай келдің? Кім шақырды? Кино әлеміне негізі осыдан 5 жыл бұрын шақырған киноға. Бас продакшн деген. Алматыда білетін шығарсыздар. Сол бас продакшн шақырған болатын. Бірақ ол кезде осы жұмыс бабымен бара алмайтын болып қалдым. Өйткені жұмысқа енді тұрып атқан кезіміз өте жауапты істі маған бергеннен кейін сол жауапты іске жауапты болу керек болды. Сөйттім даған ойға отказ бердім. Ал одан кейін шақырғандары ең бірінші осы Түркістан қаласындағы Арман қала атты кино, сериал 2020-да түсірілді. Бұрын Арман қала деп аталды, кейін киноға неге каналға беретін кезде бір тамшы жас деп өзгертілген екен. Сода Алқаштың рөлін ойнадық. Бір ауылдың кәдімгі
ұлы алқаш ретінде ойнап, Алғашқы рөл ма бұл? алғашқы рөлде алқаштың рөлін ойнадық. В общем, былай дегенде. Жаман нәрсемен бастадық. Жаман нәрсемен бастадық, аяғын тәтті нәрсемен аяқтайтын шығармыз, болмыш жоқ кетпесек. Бірақ өздері шақырды. Өздері шақырып, ұнаған екен, осы актер алып шығады деп ойлаған екен. Сөйтіп кетті. Одан кейін «Хотя бы кино» деген кәдімгі 1,5-2 сағаттық кино. Мықты комедия, мықты актерлар түскен ішіне. Бұлай айтқанда 80% түскен Қазақстандағы актерлардың. Бізді де кішігірім бір эпизодына тығып жеріпті. Құдай қаласа күзге таман шығады. Сосын одан кейін Жездуха, миллион командасы, баяғыдан үзеңгілес достарымыз, баяғыдан келе жатырмыз. Біз қалай түстік, олар да дәл солай түсті. Сонымен әпшеге түсетін болғам бұрын. Ол кезде де қолымыз тимей қалды дағыны, үйтіп-бүйтіп. Осы жақында Жездуха 19-шы сериясына түсіп, әйтеуір жақсы комментарийлар. Хит болады қазір. Жас балдан әңгімесінде қазір. Жақсы комментарийлар айтылып жатыр. Оған да Құдайға шүкір. Сосын бір клипке түстік. Осы Жаңақорғанның бірліктің тумасы бар, Дәурен Әбиев ағамыз. Шаншардағы. Сол кісі қатар шықты жалпы Жездухамен. Жалпы Жездуха ютубтағы 1 миллионнан аса қаралым бар сериалы. Жалпы гонорарың қанша болды? Гонорар болғанда шындығын айтайын, гонорарсыз бардым. Бұлай достық ретінде? Достық ретінде гонорарсыз кәдімгідей шығарсақ шығарайық, өйткені уәде беріп қойғам оларға басында баяғыда. Көтерілгелі жатқан кезде сол әпшеден бастап өте керемет көтерілді. Өте қарапайым жігіттер, былай айтқанда. Өзіміз сол бір күннің ішінде апыр-топырын шығарып, жазып, түсіріп қайттық. YouTube жоба ашу ойда жоқ па? Көп жайдарманшылар қазір осы салаға кетті. YouTube неғып ашып алмайсың, неге гив ойнатпайсың, неге жаңағыдай лотерея ойнатып ақшаға кенелмейсің дейтін сұрақтар көп енді. Бірақ енді білмеймін, өзімнің табиғатым ба, ондай нәрселерге қатты қызыға бермеймін. Жалпы бар ма бар, жоқ па жоқ деген нәрсе. Инстаграмда да бір подписчикке қызығатындай адам емеспін. Бар мен базар, кеп тұрған кезде әйтеуір саламын. Кеп тұрған кезде кәдімгідей өзімнің шабытыма байланысты осыны бүгін салып тастау керек деген сияқты. Ал енді YouTube'ға келетін болсақ, енді ол жағына қатты бір мән беріп отқан жоқпыз. Алда кездесіп отатын болса, Алла қаласа. Жалпы ойда бар, ойда бар, Алла қаласа. Сондай мал бағып кетсем ба деп адым жалпы. Өміріңді 10 жыл артқа айналдыратын болсақ, нені өзгертер едің? Жалпы негізі бұл енді өзімізді қатты бір атақтымыз деп есептемейміз, бірақ жұрт сыйлайтын дәрежеміз бар, Аллаға шүкір. Бірақ енді бұл менің өзімнің ойымға әртіс болу да қиын екен жалпы. Өнердің ордасында жүргеннен кейін өнер жолы ауыр жол дейді ғой. Білмеймін, кейде бір ойлап қоям, жұрттың бірі болып неғып жүрмеймін. Өнердің жолын бекер таңдадым ау деген сияқты нәрселер болып қалады. Енді бұған да өкінбейміз ғой, өйткені Алланың берген өнері шығар. Баяғы менің ата-бабамнан бері дарыған өнер екен да. Сол бізге де бұйырған екен. Егер 10 жыл бұрын қазір уақыт беретін болса маған, Қызылордадан, Түркістаннан бір жер алып қояр едім. Бас деген кезде? Бас деген кезде жер алып қойып, қазір Түркістанның жері деген атауы 20 миллион болып кетті ғой, майы. Сол кезде бас деген кезде сол жақтан кәдімгі жер алып қойып, квартираға беріп осы кезде нормальный состояниеде отыратын едім да. Сондай әттеген ай деген нәрселер бар енді. Бұлай өмірге реніш жоқ, Өмірге реніш. Шүкір бәрі. Өмір братанға всегда от души ғой. Өмір братан былайымша өзінің дегенін көрсетіп жатыр ғой. Сынақтарында былай да, бірақ енді адам баласы сол сынақтарға төтеп беретін болса, әйтеуір алдағы мақсатына жете алады деп ойлаймын. Өзі өмірде қайғы болмаса да қызық емес қой. Қуаныш пен қайғы қатар жүріп, екеуі бірге араласып жүретін болса, бірде бар, бірде жоқ, әдемі да сол өмір. Бар болып тұрып, жұртқа көмектесе алмасаң, болмаса жаңағыдай, бірдеңеге зар болып отсаң,
оның өзі де қызық емес. Сондықтан өкпем жоқ ештеңеге, только бауыр ғой менде. Ал бүгінгі сұхбатқа уақыт бөліп келгеніңе рахмет. Рахмет сізге де. Рахмет. Енді орманыңа бара берсең болады. Болды, босатқаныңызға рахмет.